Жүзімдерді қырқып алып, жерге тығып қоясың, немесе жерге көмбесең, онда өспеуі мүмкін. Себебі қыс қатты болған кезде мына шыбықты не қылып кетуі мүмкін, үсі өсіп кетуі мүмкін. Ол үшін істеу керек? Міндетті түрде мынау қырыққаннан кейін мынау шыбығын анау шығылмайтындай қылып, қанша метр тереңдікте салу керек? Көміп қою керек. Қанша метр тереңдікте? Терең қанша метр емес, ең самый главный жаңағыдай топырақпен бірге үсіп қалмау керек. Қысқасы бір лопаткадан тереңірек болса тіптен жақсы. 50 сантиметрден төмен, 50 сантиметр, 20 сантиметрде төмен болса бұл. Значит, бұны мынаны көлденең жатқыздырып қояды ғой? Көлденең мені алады да, мені мысал үшін. Мені қазды ма, бірнеше сезім жаңағы орайды. Сонда жаңағы әрқайсы суаты бар. Бір суатты бір жүкте, екінші суат сөйлетті мынаны бүйтеді. Сөйлетті мынаны көміп тастайды, көміп тастайды. Сонда үсі көрмейді, Сонда қандай суық болса да, топырақтың астында жатып үсі көрмейді. Содан кейін көктемде енді бүршік ата бастайды ғой, көктем шыға бастайды, күн жылайды ғой. Сонда қазып алады да, тығып қоятын 2 буын, 3 буынды жерге тығады. Күні осылай жүзімді баптайды. Жақсы, рахмет сізге көп-көп.